Өте дәмді құлпынайдан цветаевский пирогын дайындаймыз. Кез келген жеміспен дайындасаңыздар болады. Алдымен ыдысқа жұмыртқа, қант, 20% қаймақ, ванильді қант салып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнға қопсытқыш, тұз, салқын сары май салып, блендердің көмегімен шайқап аламыз. Не болмаса үккіштен сары майды ұнға аунатып, ұнтақ жасап аламыз. Осындай ұнтақ болу керек. Енді бұларды құрғақ пен сұйық ингредиенттерді біріктіріп, араластырып, жұмсақ үгілмелі қамыр илейміз. Формаға орналастырғанға және біркелкі болу үшін жайып алдым. Формаға пергамент қағазын төсеп, қамырды орналастырып, тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Заливкасына майлылығы 20% қаймақ, 2 жұмыртқа, қант, ванильді қант, жүгері крахмалын салып, жақсылап араластырып аламыз. Осындай біркелкі масса болады. Шетке қойып, құлпынайларымызды жақсылап жуып, кептіріп, тазалап, бөліктерге бөліп аламыз. Үгілмелі пирог негізіне құлпынай бөліктерін салып, бетіне заливканы құямыз. Бетін тегістеп 180 градуста конвекциясыз 45-50 минут пісіріп аламыз. Пирогымызды формада суытып алып, суығаннан кейін әдемілеп дастарханға береміз. Өте дәмді үгілмелі пирогымыз дайын. Міндетті түрде жаз уақытында кез келген жеміс жидектермен дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Айгерім. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіңіздер.